İman orduqdan esti. Al endi mешітке келдік бармыз, алхамдулилля. Бүгінгі мұсылманның сипатын айтып келіп тұр. Осы бәріміз алхамдулилля мұсылманбыз дейміз. Ислам мешітке кіргенде мен бұрын білдім, мен дос жазғанның өзінде жұмаға келетін жігіттер бар. Әппақ носки киіп келеді постоянно. Әппақ төсекке көшеді. Тура жұмаға. Үйіне барғанда ондай емес екен. Дұрыс қой, Алланың үйіне келіп. Енді сол әдемі сипатты мешітте бүйтіп ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дегенді үйге көрсету керек. Сыртқа көрсеткеннен бұрын. Бізде теріс. Біз мешітте сондаймыз. Үйде ше. Үйде көп адамдарда ондай жоқ. Көпшілігі жоқ. Үйге кіргенде қорқады балалар, қорқыныш. Үйге кемесе кетеді дейді, папамыз кешікпесе күнде ұйықтап Мұсылман бауырлар, үйге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі ұялмай-ақ айтқан, кімді жақсы көресіз дегенде, кімді деді? Кімді деді? Сахабалар жақсы көреді деді пайғамбар. Я Расулаллах, біз сізді жақсы көреміз. Сіз кімді жақсы көресіз дегенде, Алланы деген жоқ. Әйелін жақсы көремін бе? Ұялмай-ақ. Айтып көрші, бізді қатынын жақсы көремін деп. Біріншіден тоқшақ айтады. Екіншіден біз айта алмаймыз да. Себебі туысқандар өлтіреді, біз папканы кісі болып басында олаған дейді. Ол анық. Пайғамбар сонда басында олаған ба анамыз? Жоқ. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелі де әйелдердің ішіндегі қаншасы еді ғой. Қазіргі біздің әйелдеріміздің көпшілігіне үлгі болатын әйелі. Бала дүниеге берсе қалай тәрбиелейтін еді? Міне үйге кірген бетте күтіп алады екен Алланың елшісі. Күтіп алып, аяқ киімін шешіп, төрге әкеліп отырғызып, бірінші ол жерлерде су ішеді. Суды ыдыспен берген кезде, бүйтіп қолынан жетеді деп алып келе жатқанда, қолын қысып, бәтибәлі дегендей алып келеді екен. Сөйтіп әкеліп отырғызады, аяқ киімін шешеді, мына кесені береді. Берген кезде пайғамбар да джентльмен ғой. Ішкентін алған кезде кесені. Бүйтіп прямо алмайды екен. Мына жақта бастап тартады екен ғой. Айшамыздың, анамыздың. Мынадан тартып, стакан жүрек біреумен қосып жіболар екен. Ана бақсы бүйтіп босақ болады екен одан кейін. Жүрегі кетіп. Міне жетімде. Міне біз не істеуіміз керек. Біз үйге кішкене мынау мешіттегі мейірім, соны үйге алып келіңіздер. Сол аура дейді ғой қазірде. Сол аураны үйге алып келіңіздер. Сізге қараған кезде ләззат алатын болсында ислам, міне менің күйеуім осылай болып өзгерді. Ал бізде қабағымыз шыта бастаймыз. Бір нәрсеміз ағылы билля, күнде шайтан сөз жүргізеді. Анау өзі шайтан елексейіп бақсы. Көзде шайтан көрініп тұрмайды. Жоқ, олай емес. Мейірімді көрсетсеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не бір мұрны кекірейіп қалған кәпірлердің кәпірі Абу Джахилдің баласы Икримаға дейін күшті оқиға болған. Икрима деген ол жай адам емес. Сол кәдімгі кәпірлердің әкесінің баласы деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 4 адамды қай жерде көрсеңдер, сол жерде өлтірілсін деген үкім берген. Сонша дұшпан қошы. Соның бір Икрима. Пайғамбардың жүретін бір аяқ жолына тікендер салады екен. Олар тікен бізге шеңгелдер аяғына кіріп кетсін, қадалып өлсін. Соншама дәрежеде қиянат жасағанда бір күні қашап Қызыл теңізге Жиддаға барып кемеге мінеді. Кемеге мінгенде кеме шайқала бастайды. Кемедегілер бір құдайларға сыйынайық деп тұр. Сөйтсе біреу айтады дейді, қай құдайға сыйынамыз десе, құрлық олар бөлінген, құрлықтың құдайы, судың құдайы, жаңбырдың құдайы, жердің құдайы деп. Сосын айтты, судың құдайы, жердің құдайына сыйынайық депті. Сөйтсе біреу айтты, басы сыйма, біз судың құдайына сыйынайық депті. Сөйтсе Икрима бұны көріп тұр, сендер не айтып тұрсыңдар депті. Егер осы сөздеріңді мен тыңдап тұр, онда Мұхаммедтің айтқаны шын екен ғой депті. Ол бір құдайға сыйынып, судың құдайы, жердің құдайы, бизнестің құдайы, күлгін нәрсе ғой, жоқ ондай. Деп бір жаратушы Тәңірімізге құлшылық қылуға шақырды. Сол шақыруды сіздермен біздің ата-бабамыз естіді. Ең соңғысы біздің
тамырымыз естіп тұр, қазір сіз естіп тұрсыздар. Содан кейін біздің үрім-бұтағымыз қияметке дейін естіп өту керек. Сол силсила, сол жол үзіліп қалмау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Джаббал деген сахабаны қолынан ұстап тұрып, «Я Муаз, мен сені жақсы көремін». Бұл сахи хадис, бұл силсилаға ұсалады. Бұл хадисті оқыған адам жай оқуға болмайды. Бір-бірден естіп, соны силсиланы байласын дейді. Пайғамбарымыз Муазға байлады, Муаз өзінің баласына байлады. Сөйтіп бірінен бір айтты, біріне мен сені жақсы көремін. Я Муаз деп пайғамбарымыз Муазға айтса, ол анаған айтты. Сол хадисті пайғамбар біздің ұстазымыз маған айтты, мен сіздерге айтып отырмын. Пайғамбарымыз айтса, мен сені жақсы көремін. Әрбір намаздан кейін Аллахумма а'инни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик деп айт деді. Сол дұғаны қазір мен сіздерге сол силсиламен айттым. Егер сіздер Аллахумма а'инни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик десеңіздер, сол байланған жіп тікелей пайғамбарымыздың өзіне барып байланасыз. Ол жіп содан кейін сізбен тоқтап қалмасын, үйдегі әйелдеріңізге, балаларыңызға мен сені жақсы көремін. Қарашы, бірінші дұғаны үйретіп тұрған жоқ. Мен сені жақсы көремін. Сен осы дұғаны үйрен. Бізші қай дұғаны үйретсек осылай айтамыз ба? Қандай, білмеймін, мотиватор ма, қандай психолог ба, жер бетіндегі ең супер адамның шын мәнінде сөзі. Бір сахабаның баласы өліп қалады. Өліп қалғанда анау басын көтермей жатып алады, жалғыз баласы екен. Ол баласы екен. Сонда Құдайдың құдіреті ғой. Пайғамбарымыздан келіп көңіл айтыпты. Менің де балаларым өлді, Ибрахим өлді, дегенде анау басын көтермей, пайғамбар болса да басын көтермей бүйте отыра берді. Енді пайғамбарымыз, оған көтер басын деген жоқ. Көріп тұр, сөз өтпей жатыр. Мынаған өтпей жатыр, бесполезно. Не істеді? Көңіл айтып, мен де балам өлді деді. Әркім баласы өзіне депті. Не істейді? Қараңызшы, бүйтіп айналды да пайғамбарымыз басқа сөз тапты. Сен қалайсың ба? Сенің балаң жәннетке кіріп, сені жәннеттің босағасынан күтіп алып, сенің қолынан ұстап, жетектеп алып кіргенді қалайсың ба дегенде әлгі кісінің басы көтерді. Иә, онда құлшылыққа ие болды. Басын көтерді. Яғни, мына жағынан болмаса, мына жағынан жол тапты. Біз де сол системаны алып келуіміз керек. Жақсы көру системасын, мейірімділік системасын, бір-бірімізге қайырымдылық системасын. Мынау жастар мешітке кіріп дәрет алған кезде бәріңізге үлгі болсын үшін. Дүниеден өтіп кетті осы мешітте істеген апайымыз, Ибайше жағылмасын. Туалетті жуып жатыр. Туалеттің кафелін жуып жатыр. Кірсем, біреудің стенаға шашқан боғын жуып жатыр, ол сөзден жоқ. Апа, жиркенбейсіз ба десем, мен жиркенбеймін. Менің жиркенгенім дейді, осыны істеген адам мешіттің ішіне кіріп бетіп, Құдайға жалынғаннан содан жиркеніп тұрмын сол істе. Мынадан жиркенбеймін мен. Соны любойымыз туалетке барған кезде бүйтіп артымызда қараймыз не шыққан. Өз білеміз өз не шығар, әлем нәрсе шығады ғой. Соны бүйтіп қарағанда көрдің енді адамбыз енді бәрі жай бүйтіп сумен шашып қойсаң ол емес па? Адамның артынан жақсы із қалу керек қой, жақсы. Бірақ із туалетте қалмау керек, ағызу керек ғой. Біздің із унитазда қалады бәрі. Жоқ бауырым. Пайғамбардың сахабалары пайғамбардың тезегін іздеген екен. Бұл сөзді ұят жоқ. Білесіздер ма? Іздегенде ештеңе жоқ. Айшанымыз айтады, мен ештеңе сіз барған жерде ештеңе таппадым ба дегенде жер жұтып қояды деп. Біріншіден, екіншіден олардың тамақ жеуінің өзі қанша күн тамақ жемеген адамнан не шығады? Қазақ айтпақшы, қуаса қолақ шықпайды дегенде ештеңе шықпайды. А біздің көпшілігіміздікі унитаздың өзі қақалып ағызамай қалады. Екі-үш рет баса істеп шығады. Ол несі мұнда кетуші. Қандай адамдармыз біз? Бәріміз білеміз. Машһүр хадис. Қарны тойып тамақ ішпеген бидай қанша күндеп үйде қазан қайнамаған, бидайынан жемеген арпаннан тойып аузына салмаған деген машһүр хадистер бар. Біз қаншалықты пайғамбарымыз кімнен біз тағы да айтамыз. Енді біріншісі мейірімділік. Кішкене жүздеріңізге мейірім алып келіңіздер. Бізге керек жоқ. Мешіттегі достарға, браттарға керек жоқ. Үйге көрсетсін. Ата-анаңа көрсетсін. Бауырыңа, әйеліңе, жақында дінді сөйтіп алып кел. Саған қарасында, мынау намаз оқымаған жүргізі урод еді,
намаз оқып адам болып деймін мынау дұрыс емес өзінің аларыңызсы деп артыңнан ілесін да. Бізде наоборот намаз оқуда құрыды мынау дейді. Рас сөйтіп айтты да, кішкене бұлар мейірімді, рахымды, бауырмашылықты күшейтеді. Екінші бір мәселе, біздің бәрімізге таққан бір сын бар. Ол сын ғылым, білім бауыр. Қолда кітап, телефонға бәріміз жабысып қалды. Бір айландырған сөзді жиі береміз. Маған да айтады, уже екі жыл болды сіз тыңдағаныма дейді. Сұрақтар, елдің сұрақтары қайталана береді дейді. Сізге қойған сұрақтар. Сол сұрақтарды тоқтатып, тастаңыз, керек жоқ. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқанды біз айтып жатырмыз, бізден кейінгі қияметтен айтылады. Біздің дініміздің өзі қайталау. Бәрі ойланып тұрып, 3 жыл болды, 10 жыл болды, давай бір новый бір нәрсе шығарайық деген болмайды. Сол бір нәрсе қайталай береміз, өліп кетсек тағы қайталаймыз. Дін өзі қайталау. Басқа ештеңе жоқ дінімізде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткен жоқ, мен қайталап жүре береміз. Сол Құранды оқи береміз, оқыған сайын жаңалық таба береміз. Бұл ілім сол өзі. Сондықтан біздегі ілім бір-бірімізді, балаларды әсіресе айтайын деген. Сол бір телефонға жабысып, уақыттарымыз өтіп жатыр. Ең жаман ұрлықшы бар бізде. Бұл уақытымызды. Байқайсыздар, ертеңгіде тұрып, телефон іздейміз бәріміз. Жай іздеп сағатты да көрмейсің. Ішіне кіріп, как будто премьер-министр сияқты тексеріп шығасың, самолет жазды. Неге? Сол уақытты сәл білім, 2 парақтан, күніне 2 парақтан кітап оқысаң, қандай кітап оқысаң оны оқы. Абайды оқы, Шәкәрімді оқы, Пушкинді оқымаған десең. Оқу. Оқу жақсы бол. Өткенде біреу айтсам, Пушкин не пайдасы бар дейді. Бауырмай, Пушкиннің подражание Корану дегенді оқып шықшы. Құранды қалай ұлықтаған? Міне. Қазақпыз дегенде бәріміз өліп қала жаздаймыз. Бізді байқадыңыздар ма? Кешегі қаңтар оқиғасы бізді бауырмашылыққа бір-бірімізге, мына Сәтбайда болған оқиғалар бір-біріміздің қай жеріміз нәзік екенін көрсетті. Коронавирустың бірінші шыққан кезде барлық жерде сол болды. 2 килограмм жігерге таласып кеттік қантқа. Үйге ет алып, табақ алып. Бір жігіт біздің мешітінде жамағатта бір спортсмен жігіт бар, 30 мүшек алдым қажет. 30 мүшек ұн алдым дейді. Мен айтып, сен ең главный нәрсені ұмытыпсың деді. Ойбай, не айт десең, туалеттей бумага алу керек. 30 мүшектен шығатын нәрсе көп. Шөппен сөтпейсің деді. Сондықтан енді өзің ойлашы деді. Жарайды, пандемия келді. Жер бетінде адам қалған жоқ, бәрі қырылып қалды. Сен қалдың 30 мүшек. Не сен 30 мүшек? Ана Америкада кім деген бар, Уилл Смит деген актер. Легенда деген киносы жалғыз өзі қалған Америкада. Ол мына жақтан шығады, сен мына жақтан шығасың, екеуі кездесесің. 15 мүшек соған бересің, 30 мүшек сен. Сөйтіп екеуі өмір сүре бересің әр жерде. Сол не? Қазақ дұрыс айтқан. Көппен көрген отой дейді. Оны кішкене бұрмалап, ана қателік бидағат жағайда жоқ. Бұл жерде елдің ішінде бол. Мына жамағаттың өзі сол емес па? Салатул жамаати мен салатул фәрди бисабаин ва ашрина даража. Жалғыз оқыған намаздан, мешітте жамағатпен оқыған намаз 27 есе сауабы көп болады. Неге көп болады? Өйткені бұл жердегі мәселе жамағат бірге болады, халық бірге болады. Сол үшін сіз бен біз бірге болсақ, біздің алатын нәрсеміз. Мешіттің ішінде жақын тұрамыз бір-бірімізге, саптың түсу екенін көрсетеміз. Бірінші тұрған кезде бәріміз бауыр, бізде мешітте орын жоқ деп байқайсыздар. Мына бірақ кейбір мешіттерде болады, ана өзі бөліп алған бір ақсақалдар, өзі босақты шығарып алған мына жерден алды отырып алатындар болды дейді. Самолетте бизнес класста отырғанда. Бұл жер бизнес класс емес. Бұл жер бірінші сауап, намаз бұл жерде. Иә, алдында сауап көбірек, алдында отыру керек. Бірақ бұл кішкене білетін адам бар ғой, имам өліп қалса, мысалы, Аллаху акбар деді өлді. Қанша халық енді өлі ғой, деме кешпен. Намаз ұзымау керек та, имам сағат қойымыз да, намаз ұзай береміз аралай. Кейін жуып шығарып, жаназасы бағып шығарып қойымыз, болып бітті. Намазды бұзылып қалмау керек еді, үзіліп қалмау керек. Бұл жаңағы айтқан сілсиле, мынандай жіп үзілмеу керек, баладан балаға кету керек. Ол жаңағы айтқан мейірімділікпен, ғылым біліммен көтеріледі. Бізге шын мәнінде айтады,
ғылым білімнен хабардар болуымыз керек. Қымбат машина мін деп жатыр. Дұрыс, міннің қымбат машина. Не шығар? Үй шығам. Қазақстан тарихында менің жалғыз әріптесім болған Қазақстанда біреу. Қанат Қыдырмин деген анау Астанадағы үлкен мешіттің бас имамы, Көкшетаудің бас имамы. Соған машина беріп, Toyota. Сол Toyotадан кетіп барады, мешітті жуған әйелге үй сатып алды, үй сатып алды, сатып кетіп. Жалғыз Қазақстанда. Дұрыс қой, еш ақпай жүр демейді ешкім. Бәрі шамаң жесе, мін, бірақ кішкене жан-жаққа қарап жүріңіздер да, елмен бірге болған, үлкен той болады. Ана Дагестанда қойым, жаңылмасам, бір кісі бар екен, жұма күні адамдарды мешітке алып келеді екен. Тегін. Жұма күні емес бал. Соның барлығы жіберіп қараңызшы, дұрыс па? Дұрыс па? Мен дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Проезд 50 теңге. 50 теңгеден бір нан тұрмайды да. Дұрыс па? Дұрыс. Сен садақа қылған жақсы көреді екенсің, 50 теңгеге ешкім кедей болмайды. Сен 50 теңге жинада кешке дейін 15 күн аласың. 10 семьяның бір айлық тамағын жауып бересің. Міне садақа. 50 теңгеден бұл берген жоқ. Мен алған жоқпын. Бұған да сезілмейді, маған да сезілмейді 50 теңге. Дұрыс па? Ай, жинасаң оны үлкен ақша. Біраз нәрсе бітіруге болады. Кешке дейінгі ақша. Сол бірінші жағы. Екінші жағы не? Мақтану. Селфи. Мамам аяғын жудым деген сияқты. Ол басқа ештеңе емес. Сондықтан жаңағы біз жиі айтамыз ғой, құлшылықтың біріншісі ең басты ниет. Дұрыс болу керек, ниет болмаса құлшылық өтпейді. Екіншісі фи сәбилилlah. Алланың ризалығы үшін болу керек. Дәрет алсаң да, білмеймін, намаз оқысаң да, не істесең Аллах тағала сенің ризалығы үшін бол. Өз тауып алады. Керек жоқ, имамның атын, биін ештеңе айтпайсың. Я Алла, үйдімсің. Имамға атын айтудың керек жоқ. Сен үшін, сенің ризалығы үшін бол. Әршан өз тауып алады. Қазір біз жастар мешітке кірген сайын қылмыс, жаңа айттым, күнәлі, жаман нәрсе азаю керек. Сіз бен біз ол үшін бауырмашылығымызды көрсетуіміз керек. Байқайсыздар ма? Мешіттердің ішінде жамағат көп бөлініп алғанбыз. Ана ұстаздың жамағаты, мына ұстаздың жамағаты, ананың сөзін мынаған қайнап салады, мынаның сөзін мынаған салады, бір-біріне фас. Анау сен туралы анау комментарий. Түнгі 3 жағында таңқалам комментарий жазатындар. Тарихта Лейли Мәжнүн деген жындылар болған. Мәжнүн деген жынды Лейлиге ғашық болған. Бұл кезде мынандай мешіт жоқ. Содан жаңағы Индияда болған бұл. Индияда мұсылмандар көп бұл кезде. Анау датаво қоған ғой, баспен кетіп қойған барысын. Ләйлидің үйінің алдына келеді екен, барамайды ғой, сырттан қашып болған барысын. Ләйлидің итін ұстаулады екен. Сол иттің көзіне қарайды екен. Не қарасың? Мынаның көзі Ләйлиді көрген деп айтады. Сөйтіп жүргенде бүйтіп жүреді екен. Құдай демейді екен. О Ләйли деген өтім содан шыққан. Сөйтіп жүреді екен, сөйтіп кетіп баратса, мынада мешіттен жамағат жиналып, мынандай тапчан сияқты, мынандай навес сияқты жік тартып қойып, күні чатырда намаз оқып отыр екен. Сол жердің имамы бір кішкене мынандай дерскилау имам екен. Саған бәле болсын, ей Мәжнүн депті. Не? Біз құлшылық қылып жатырмыз, Алланы ұлықтап Құдайға ғашық болып жатырмыз. Сен Ләйли деп кетіп барасың. Мына жағамды көрмей тұрсың ба деп айтады. Сол жынды Мәжнүннің сөзі әр мұсылманға үлгі. Бүйтіп айтты. Мен Ләйлиді жақсы көргендей, сендер Құдайды жақсы көрсеңдер, мені көрмейтіндер ғой деп айтады. Сонда жан-жаққа Қожа Насырдың сөзі сияқты ғой. Намаз оқып тұрып, қасына бір өтейді, сені қабыл емес деген ғой. Неге сен? Не намаз деп айтады? Былай қарайсың. Осы намаз ба деп. Қайтадан оқы деп. Жарайды, қайтадан оқиын деп тұр. Тоқташы, сен былай қараған қайдан көрдің деп айтады. Сен де қарағасың ба деп айтады. Біз намаз оқымайық, қазір көзіміз былай. Саусағын көтере ме, көтермей ма? Қолын былай істей ме, былай істей ме?
Әшейді көрмейді көз мұна. Задний камера видео қосылады. Бәрі көріп тұрасың. Бір адамнан кейін қолын былай істеп жатыр ма, былай істеп жатыр ма? Намаз оқымай-ақ сол бір-бірімізді аңдап қалдық біз. Бүйтіп істеме, бүйтіп істеме, бүйтіп істеме, бүйтіп істеме. Не ол? Сен бауырыңнан не көрінді саған? Бір-біріңді аңдап. Ол арақ шығатын жоқ қой, бүйтіп тұрып. Сауықшылар қояқ деген жоқ қой. Керіп жатыр ғой. Осылармен бір-бірін аңдып төбелескенше, анау сырттағылармен жақырайық та, арақ ішіп жүрген, коррупция жасап жатқан, елді тонап жатқан, кеше қаңтар оқиғасында қазақтың өмірі, мемлекеті тұрса, мына жерде 2 литр сүт ұрлағандарды көрдіңіздер ғой. Ол өтірік емес. Мен лично өзім көзім көрдім. Қой деп айтып, қой шық, бұндай жасама деп, мешітімде жамағатты бүйтіп ұстап отырсам, бір 2 жігіт шығып, 4-5 жинап келіп, не? Сіз шықпа, отыр деп сөйтіп отырсыз. Абай Бәленбай деген ұстаз шығыңдар, әділеттікті айтыңдар, көшеге шығыңдар деп айтты ғой, деді. Мен айттым, қой, мен тыңдашы, мен жаман жоқ, біз тыңдамаймыз, біз өзіміз бар. Кетті 4-еуді өлді. 4-еудің әке-шешесі әлі күнге қарғыс соғып отыр. Сол ұстазды қарғыс атсын, мен баламды өлтірген соң. Мен айттым, керек болса мен бірінші айтам дедім. Кеттік деп мен жеттім, мен өзім айтам. Бірақ қазір жерде ондай нәрсе емес. Әйтеуір Аллаға шүкір қалды. Ана кішкентай басынан ақ тастаған қыздың жаназасын мен оқыдым. Сол кезде мен өзім шығып, қойдар жігіттерді бір-екеуін алып шығып кетсем, біреу тұман Алматы қаласы, бүйтіп қол көтеріп біреу. Сөйтсе, магазин сұлпақты тонап, бүйтіп пашқа жинап телефондарды. Такси жоқ, интернет істемейді. Соныкі мен бәлен жерге апарып тастап қояды. Такси шақырсам кім мен жатыр дейді. Мына мен ұрлап алған десе. Мен айттым, үстінде камерасы тұрсын, қайсы деп бетін жоқ қой дейді. Болды. Қандай камера дейді? Бар ма дейді? Анау жақтың камерасы страшный деді. Бәрін сырбадым бәрі. Өскеменде, осы Жезқазғаннан ауысып Өскеменге бар. Иманбор, білесіздер. Өскеменге барсам, марқұм Бердібек Машбекұлы Сапарбаев ағамыз, әкім облысының. Содан бір жан-жағын қарап, танысып көріп алғаннан кейін, аға мешіт салайық дедім. Мешіт бар ма, не үшін салайық? Аға, мешіт салайық, мына жағы Алпауыт Қытай тұр, мына жағында орыс тұр, бүкіл қазақтың еңсесін көтеретін мешіт салайық. Жарайды. Сіз қолдаңыз, Құдай өзі несібесін береді, айтқандай салып бітірді. Сосын салып бітіргеннен кейін, ана бер жақтағы ақсақал, білесіздер кіріп, әкімнің құлағын бұрап, мешітте ат қойып, ана мешітте соққандардың атын жазайық дейді. Жаңа не қойып, ақша бергенде жазайық дейді. Соны сол жерде бір ағамыз бар еді, білетін, $500,000 берді. Не бар еді, $500,000. Бірінші сізге беремін, бірінші мен қосылған деп, үлкен бақуат кісі, дүниеден өткен ол кісі де, сол $500,000 берді. Сонда мешіттің несі құқиып бастады. Сонымен әкім айтам ғой, аға, сол кісі $500,000 деді. Оны бірінші қып жазамыз деді. Мен тоқтаңызшы, мен бірақ бір кемпірді білем деді. Ол пенсионер $500 берді деді. Оны жазбаймыз деді. Онда әділеттік қайда болады? Мынаны жазамыз, байға келейін жазбаймыз болсын. Бұл үшін, мына апа үшін, $500 $500,000 болды деді. Бүйтіп жыртып тұрып берді өзіне деді. Бұл күн одан да ауыр шығады. Не істейміз деді. Мен айттым, мынандай ереже бар деді. Қандай деді? Қасына замдар отырып, әлімен айтады ғой. Вообще, мына бір жерге бүйтіп жазсаң деді. Анау жақта өшіп қалды деді. Құдайдың алдында жазылған деді. Мына жаққа жазсақ, ана жақта өшіп қалады деді. Рас па дейді, гарантия деді. Не істейді? Аға жазбай қояйық. Анау жақта жазылды ғой. Ол тау болады сол жақта өзі. Бізде мынандай бар. Бұл бәріқта жас білесіздер. Біреу өлсе, Бәленбайдың руынан шыққан, Төленбай руға тиген, Бәленбайдан ажырасып шыққан. Бәленбай ру, анау Өмірбайды айтып шығады да, ана дүниеде жүрмейді ол жақта. Қайырлысың сен, қандайсың, иін кере жоқ ана жақта. Сонымен қатты бір проблема. Бәленбайны мен атын дұрыс оқымасам дейді. Мына сауап дейікші. Құран оқыдым, мына сауап. Сауап шықты. Не иін жоқ, не адрес жоқ. Қайда барады жақсы. Қой, назад кетейін деп кетіп қалмай ма? Бара ма? Біздікілер осылай нәрсеге мән береді да, аты жазып тұру керек дейді. Именной болу керек да. Құран оқығанда да, мен өзім де, ол басқа біреуді емес, өзім біреудің папасынан барып айтып, Құран оқи әкелем бастады. Жарайды.
отырдым да мына жақта құран оқи бастасам әжеге тоқтаңызшы не точно памятниктің алдында тұрыңызшы неге деймін ғой мен ананы танымаймын дейді да сауап не туда кетіп қалмасын дейді точно осыған көздеп тұрып направить целенаправленно оқыңызшы дейді ол қате аллах куә түсім етмесе уайымдама мен тигізе беремін дедім астынан жан жақтан да барып тигізе беремін жан жағына уайымдама бізде солайлар бүйтіп атын айтса бүйтіп ана сауап точно барғандай болады да бұл кішкене жағымпаздықтан шыққан дүние байбалақтарға қою керек осы 30 жыл жағымпаздық болды бітті ол дәуір қалды құдайға мың шүкір кетті ол нәрсе кетті енді қазір құйрықтары бар бірақ бұдан өтеміз біз бұдан да өтеміз содан шығаратын мына жастар сол үшін шынайылық ғылым білім отансүйгіштік әділеттік адалдық бізді алып шығар мен аллах тағаланы өзім сенемін осы нәрсеге жететініміз иншалла үй дұғадамын сол әр қазаққа дұға қылуға шақырамын әд-дуа мифтаху рахма дұға жақсылықтың кілті сахих көп адам айтады сіздер де айтасыздар жамағатта намазда тұрған кезде неге бізде ой аздырады айтыңыздаршы мына жерде михраб дейді мына михраб мынаның ішіне кіріп намаз оқу макрух саналады мына ішіне кірілмейді ешқашан кейбір мешіттерде кіріп кетеді дұрыс емес бұның ішіне кіруге біз лайықты емеспіз бұның ішіне не кіреді бұның ішіне тек қана бас кіреді имамның басы ғана кіреді өзі таза жер осы екен оның өзі мына тықпайтын тесікке тыға бергеннен кейін өзі саспайды жағымпазда беріп тесік жоқ болса тыға бересің соның өзіне тек қана бас кіреді екен да мына жерге өйткені мына жер михраб соғысатын жер деген сөз харб деген соғыс михраб соғысатын жер деген сөз кіммен соғысады шайтанмен соғысады біз шайтанмен соғысамыз шайтан бізбен соғысады ол кезде не бір бәле түсіме кіреді ойыңа кіреді намазда тұрғанда вообще мен мынандай тенденция бар бір нәрсені есіңе түсіргім келсе екі бас намаз оқыңызшы ойлап тұрыңыз да ниет еттім бәлеме намаз оқуға десеңіз и ананы ойлап тұрсаң 100% сол нәрсе ойыңа келеді еске біреуден ақша алғансың или біреуге ақша бергенсің ұмытып қалдың кімге бергеніңді анауды алған осыны айтқанымда бір жігіт мен бір нәрсені ұмыттым дейді не ұмытсам мына телефонның паролін ұмытып қалдым дейді әйелден қорқып күнде ауыстыра бересің ғой анау да бәле ғой бәрі жатады пароль туған жыл әйелдің туған жылы тоқалдың туған жылы бәрін жөтіп кеткенсің ауыстыра бергеннен кейін өзіңді ұмытып қаласың соны ұстап қалудың жақсы жолы еске түсірудің 2 рекат намаз оқыңыз да телефонды қойып қойып оқыңызшы шайтан ойын салады ассалаумағалейкум деді дәл кетіп жағдайда сен точно түседі сол шайтан өзі точно салып қояды ойына неге өйткені шайтан өзі уәде берген намаз оқығандарға дейді мен былай кірсем дейді ойын бұзуға тырысамын ол имам ағзамда да болған ол мәшһүр оқиға әр кезде имам ағзамға да біреу ол кезде ана ақшаны тығатын жер жоқ жерін қазып тығып сол кезде айтқан қалай табам дегенде 2 бас намаз оқысаң болды деген намазды оқыды намазды еске түседі айтқандай аллаху акбар деп намазға тұрса намаз тастай салып жерді қазады ғой бүйтіп сөйтсе точно алтын шыға келген өзі тыққан әйелінен тығып жүрген ғой содан кейін таңдатпайды имамға барып рахмет айтып бір енді процентін беріп оқпай сөйтіп күтіп имамға келсе таптым имеке рахмет Абу Ханифа деп айтайын десе айтып келдім имам шүкір намаз оқыдың ба депті ғой тапқаныма сөйтсе айтады какой шүкір мен оқып отқан намаз тастай салдым шүкір міне сол сондықтан намаз мына жер михраб соғысатын жер осы жерге шын беріліп тұру бұл екінің біріне болмайды а неге біз намазда ойымыз бұзылады намаз ой бұзылмайтын жер бірақ жер екен ой бұзылмайды қай жер қай жерде ой бұзылмайды айтыңыздаршы ой мешітте бәріміз отырмыз ғой күліп ойнап мешітте бұрынғы кісілер жылайды екен біз күліп отырмыз мешітте ой бұзыла береді мешітте ой бұзылмаса шайтан кіре ма керек кіре береді шайтан мұса пайғамбар келе жатса шайтан деген есіме түседі мұса пайғамбар келе жатса шайтанды көріп өзі түрілді қорқып кетті сөйтіп
Жаңағы Гарри Поттердің таяғын алғанда бүйтіп тұрып, ана Асай Усайды алып бүйтіпті шайтанға. Сөйтсе шайтан тырқылдап тұрып күледі дейді. Хей, Мұса депті. Мен Алла Тағаланың тікелей алдында тұрып, адамға сәжде ет дегенде сәжде етпей, тік тұрғанда сенің таяғынан қорғанба деген ғой, деп қорғанба деген ғой. Шайтан араласпайтын ихластың ең жоғары жері білесіздер ме? Қай жерден энергия аласыз айтыңыздаршы? Жоқ, сәждеде емес. Сәждеде отырып бүйтіп қарай беріңдер ғой бүйтіп. Жоқ, міне. Дұғадан адам ләззат алады. Дұғада ғана ихлас потолок беріп тұрады. Кімде кімнің намазды түсегісі келсе, шайтан ойға кіргісі келсе, дұғаны көп жасасын. Дұғадағы анау берілу, дұғадағы сұрағанда да жылап жібергім келеді ғой. Срочно, Каспий жабу керек, Алла берші. Деп шын сұрайсың ғой. Бізде солай, Алла ұзақ өмір берсін, жұмада Құран оқытатындарға, имам болды келеді бәрін, Алла сізге ұзақ өмір берсін десең, әмин. Қабақтар бұлай, әмин. Әйел бала шағаңа әмин болсын, әмин. Қызметі болсын, әмин. Намаз оқу нәсіп болсын десең, әмин демейді өтіп көрсін. Әйтеуір не керек? Жаңағы ихлас намазда. Ихласты көтеру үшін дұғадағы ихласты көбейтіп көріңізші. Шын беріліп Құдайдан бір конкретный сөйлесіп отқандай, мына қол жаюдағы мағына сол өзі. Бүйтіп тұрып мәнеп бергенде, хоп деп тұрса олатын сияқты болу керек. Бүйтіп тұрып, мәне сөйлесіп тұрғандай. Бір шәкірт ұстазына келіпті да, ұстазына келіп, Құран оқығаннан ләззат алмайын депті. Сүрелерді оқиды, ләззат алмайын депті. Не істеу керек? Ихласты қалай көтереді? Ұстаз Меншауи қари шейх тұрып айтты да, мынау Құранды депті, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында отырып, тікелей пайғамбарға оқып отқандай оқып берші депті. Солай өзі представь, ойлап, елестеп, пайғамбар алдында отырып, пайғамбарға Құранды оқып отырмын дегендей елестеді. Жарайды, бала кетіп, ертең келеді. Не болды деді? Құранның бірінші бетін аштым. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахман рахим, малики яумиддин, ияка нa'буду ва ияка настаин дегенде пайғамбар алдымда отырып, ары қарай оқи алмадым, сол жерде тоқтап қалдым. Шын алып отырған есесін. Енді бүгін барда осы кім сөзі? Алланың сөзі. Алла алдымда тұр деп есептеді, Құдайдың алдында. Бірақ сол Құранды Құдайдың өзін оқып бергенде оқып келді. Жарайды, барады шақырып. Құранды жаттаған қари болмаса. Келеді, Құранды ашып тұрып, оқыдым дейді, келеді. Не оқыдым десе? Бисмиллахир-рахман рахимді айттым, барғанай оқи алмадым. Зырылдады оқиды адам, Алланың алдында отырып оқығандай сездім, содан кейін арғай дәтім бармады деймін. Бізде Құран оқитындар көп, қарилар да көбейіп жатыр. Неге? Сол Құран маған бір үлгі болсын. Айтқым келмейтін еді, бірақ үлгі болсын. Маған бір қаридің отбасы жасады. Мен өтірік екен деп ойладым. Кейін тексердім. Қари баланың әйелі, мамасы, бауырлары бізді боқтайды, әйелін ұрады, бәле балаларын боқтайды дегенде есепеді. Сонда 114 сүреден бір аят бойына сіңбеген ба сонда? Ол не емес ол? Жаңалық емес. Крачковский деген орыс сөздер. Құранды полностью жаттап, переводтаған адам. Сабулков деген генерал өткен. Ол да сондай. Иман Валерия Порохова деп өткен. Қиып келмей кетті өмірді. Шляпмен өтіп кетті. Зато Құранды переводтады. Не істеген переводтасы? Көрдіңіздер ме? Сол үшін намаз, Құранда намазды оқы демейді, намазды тұрғыз. Тұрғыз деп келеді.
Turg'uzu degan boshqa narsa, o'quv degan boshqa narsa. O'quvni to'qu degan so'z bo'yicha aytmadi. Mana so'g'an biz kelishimiz kerak bo'lgan. Sirtimizdan taqiya kiyib olib, bag'ara appak naski, appak bo'lib jumoda bitib kelib, mashallah deb biydi. O tek qana sirtqa olib. Siz sol ismмен nabrot musulmonlarga jamoatda qolib berdi. Nega? O'tgan bitib qaraydi. Екі сөзі мынау, істеген ісі мынау. Қалай екеуін салыстырсақ? Сонда не біз? Мешітте бір адам, үйге бір адам болуымыз керек пе? Жоқ, бәрі бір-ақ жерде бір-ақ нәрсе. Сол үшін осы жерде бүкіл жақсылықты үйлеріңізге апарыңыздар. Біз балаларға тапсырма бермеңіз үйде болады. Сіз өзіңізге тапсырма беріңіздер. Алламен тікелей сөйлес, кәдімгі Құранды ашып, мына Құран пайғамбарға түскен жоқ, маған түсті. Деп перевод оқып көр. Арабша түсінбесең, переводта оқи берші. Оқы. Абай атамызды оқы, Шәкәрімді оқы. Қандай кісілердің тұқымысың? Қазақтың дейсіз ғой. Ана Америкада тұрып атқан бір блогер ма, бір бәле бар адам. Патриот сымақты. Бүкіл қазақты оқытайды. Содан кездесті. Осы сіз қазақ туралы жақсы сөйлейсіз. Я дейді. Мен қазақ үшін жан беремін дейді. Сен сасық жан беремін дейді, жоқ. Өлгенде пайда жоқ оны. Хорошо, Абайды оқыдыңыз ба деді? Жоқ. Абайдың қара сөзін оқымағансың? Жоқ, мейлі оқымапсың. Басқа жақта өстіп, о жақта ол кітап жоқ. Жарайды болды. Башқұрт жүзікті оқыдың ба? Оны да оқымапсың. Мейлі сол сен тұрған мемлекетіндегі қазақтардан кітабы бар ма? Бар. Халифа Алтай. Сол жақта. Оқыдың ба? Оқыма жоқ. Қазақтың қара домбырасын қолына ұстап тарта аласың ба? Жоқ. Мына тақиядағы, мына әр оюдың жолы бар, аты бар, білесіз ба? Оны білмейсің. Енді ең үшін қазақ үшін туралы сөйлейсің сен. Қазақ үшін сөйлеп, қазақ үшін жан беретінен бір мешітте тұрады. 5 уақыт намазында Раббана ғфирли, я Алла мені кешір, вәли-вәлидайя, әке-шешемді кешір деген, міне әке-шешесін жақсы көреді. Шынайы жақсы көреді. Егер сол аузындағы сөзі ісіменен екеуі бір жерде шықса болады. Шықпай қалуы да болады. Сондықтан осы тәрбие ардақтылар көп емес, аз ғана нәрсе бойыңызға сіңіңіздерші, әділетті, шындық, таразыға салып көріп, білмесең білетін істерді сұрап. Бірақ біреуді жақсы көру, біреуді жек көру, біреуді көтеру, біреуді түсіру біздің қауымда болмасын. Сонда біз ел боламыз, сонда мемлекетіміз алға басады, шаңырақтың өзіне бір өзі бір әділетті дұрыс болады. Мына жерде пайғамбарымыз тұрса, кейін сол жолды көрген Омар мына жерде тұрса, біреу келіп айтыпты, менің ешкісі ма, мал жоғалып қалған екен. Я Омар, мешіттегілерге айтшы, менің ешкімді сақалы мынадай, мүйізі мынадай көргендер болса тауып берсін деп тұр. Сөйтсе Омар пайғамбарымыздан көрген не айтыпты? Ешкім малын содан ары құрып өліп жоғалсын депті. Неге десе, мынау жер, мына мен бар, мына мешіттің алды, михрабтың алды. Ешкімен малдың айтатын жер емес деп. Уақыф, мешіт, бұл Алланың үйі болады. Бұл жерде бір адам сөз сөйлемейді. Харун Рашид деген патшалардың патшасы болған. Әйелімен жынданып ұрсақтап, әйеліне Зубайдаға 3 талақ бірақ береді. Ашуланып тұрып, саған 1 талақ бердім, 2 талақ бердім, 3 талақты бердім, 1 шартпен деді. Қандай шартпен? Таң атқанда, таң намазында менің территориямнан шығып кетпесең дейді, маған ерік болған жерімден. Таң атқанда 3 талақсы болды ғой. Жынданған ғой деп. Анау да жан жер берген екен. Бұл Харун Рашид аспандағы қара бұлт бар ғой, жаңбыр жауатын бұлт. Соған қарап тұрып айтады екен, ей бұлт, сен қай жерге жаусаң да жаңбырды, бұл менің жерім деген. Мына жағы Андалусия, мына жағы Европа, мына жағы Африкаға дейін жерді иелік қылған, патшалық қылған кісі. Әйелін шығып көрмейді. Атпен чапса тоқтамай, бір атқа ауысып, 2 айда чауып шығып кетеді территориясынан. А бұл таңға дейін шықса, сөйтті ұрысты жазғы ашу тарады, тарағаннан кейін имам Мәлік шақырып қалды бәрі. Я имам Анасин Мәлік, мынандай бәле болды. Патша Құдай өліп, Зубайдаға талақ беріп қойды. 3 талақтан қайтамайды. 3 талақтан қайтмайды. Не істейміз? Не решение табамыз? Әйелін жібер дейді. Жоқ, мен жақсы көремін дейді. Жіберем демейді. Зубайдан жақсы көрмейді. Онда дейді, имам Мәлік айтады, таң уақытысында әйелді мешітке кіргізіңдер дейді.
Таң атқанда Зубайда ешке кіріп тұрсын дейді. Күн шығып таң білесің. Сонда жерде оқығандардың барлығы сен бұны қайдан шығардың дейді ғой. Сөйтсем патша айтты ғой, менің территориямдан шығып кетті. Ал мешіт патшаның территориясына жатпайды екен. Мешіт Алланың территориясы. Әл-Мәсжиду қойды. Сол үшін мешіттің астындағы жер ешқашан біреудің жекеменшік жері бола алмайды. Жекеменшік жерде намаз оқылса, намаз өтпейді. 5 уақыт намаз өтеді, жұма өтпейді. Бітті дағы. Сөйтіп әйелді кіргізеді, таң атады, талақ түспей, семьяны сақтап қалады. Біздің ғұламалар бүкіл мәселені шешкен. Имам Ағзамның бір қызық Абу Ханифаның кітаптарында өте сирек айтылып, кейде айтылмай жүрген бір қызық уақиғасы бар. Біреудің, бір еркектің Хасан, Хусайын деген егіз баласы болады. Бұл егіз қыз дейді. Егіз қызға тегін бергісі келеді. Сөйтіп іздеп табады бір ауылда. Фатима Зухра деген екі қыз табады. Ол бұрынғы заманның тойлары күшті ғой, қыз бен баланы сырттан көріп, болды ала береді әкеші. Біздікінде отырып жаңағы қызыл өрік жоқ ол кезде. Содан той болады, тойға дайындық болады, неке қиылады, неке қиғанда қызды кіргізбейді екен. Қыздың сыртына неке қиып жібереді. Оптап. Ана біз мына үлкен ақсақалдар есінде куәдіріміз деп ана татарша келіп қызды көрмейді, қыз кірмейді мына жаққа. Қыз өзінше басқа жақта тұрып, сыртынан үстіне неке қиып жібереді. Ол. Сөйтіп неке қиылады. Содан кейін Хасанда ана әйеліне кір дейді, мынаған кіргізіп жібереді, Хусейнді мынаған кіргізіп жібереді. Күтіп отырады. Бұлар жуынып таранып, екеуі таң атып шығып жатқанда Хасан тұрып та, жарайды, Фатима жақсы десе, ана ұялып, мен Зухрамын депті. Зухрас десе, бұл мен некесі Фатима былай қылған ғой деді неке. Бұлар былай кетіп барады. Қырғын, далада билеп жатқанда қыз өрікте қатып қалған бейтіп сразу. Не істейміз? Мынандай проблема. Шын мәнде сина қояды екеуі. Некесіна берілса, бұнда мен жат шықса. Сина болмай деймін. Имам Азам Абу Ханифаға бұл мәсіп күн жетеді. Абу Ханифа тыңдап тұрып, мына шешімді айтады. Бұл шешімді айту үшін мынадан сұрау керек. Хасаннан сұрау керек. Хасанды шақырады, Хусейнді шақырады. Хасаннан бірінші сұрайды. Сенің некен Фатимамен қиылды. Бірақ сен түнде Зухрамен болып қойдың. Иә, Зухра қалай екен депті. Маған разница жоқ. Что Хасан, что Фатима, что Зухра депті. Енді сонда бір өздеймін. Әйел мысалы. Хусейн өзі атты. Сен қалайсың? Маған разница жоқ. Енді неке бұзылған жоқ. Мына менен неке қиылып тұр. Хасанға айтыпты. Сенің некең былай қиылған. Иә. Сен айттың маған разница жоқ дедің. Иә. Онда сен мына Фатимаға не бер дейді? Талақ бер дейді. Ол сразу үш талағын береді. Талақ. Саған талақ бер дейді. Мына айтады, сен маған талағын бер дейді. Енді шариғатта ереже бар бізде. Егер еркек адам үйленіп, қызға неке қиылған сәттен бастап, екеуі бір бөлмеде, бір жерде қалмай, бірін-бірінің қолын ұстамай, вообще қарым-қатынас болмаса, еркек сол жерде талақ берсе, талақ автоматтан түсіп кете береді. Өйткені ортада жима мәміле болған жоқ, ештеңе болған жоқ. Бұдан күту, әйдет күту, ортасында үш талақ әңгіме жоқ, сразу үзіп кете береді да. Енді имам Абу Ханифа не істейді? Мынаның некесі былай келді ғой, алады да кім-кіммен болды, сонымен былай қиып береді қайта басқа. Сөйтіп, бағана қатып бағандар ары қарай келіп кете берді ғой, болды. Сөйтіп, үкімді шешіп тастаған. Болды да. Ғұламалар сөйтіп шешіп қабылдап берген халқы. Орта мәмілені шешкен. Бізде намаз оқылды ма? Қанша бар? Сол үшін, ардақтылар, біз қашанда ғалымдарымызды, ғұламаларымызды құрметтеп, бірақ сол құрметтеу деген сөз сырттан жақсы көре беріңіздер, дұға қыла беріңіздер. Біздің тұқымдарымыздан ғалым ғұламалар шықсын. Тек қана барлық жақтан ғұлама шықсыншы. Мастер болсаң, сондай мастер бол. Білмеймін, официант болсаң да адал официант бол. Алдама. Маған мен басым космосқа жетті. Неден? Бір әйел келіп, мен риза болдым мешіттегі жамағатымыз біреуге дейді. Білмеймін атын кімге, не болды? Біреуге дейді, 20 мың теңге артық беріп жіберген ғой саған. Соның жігіт үйіне барып, 20 мың теңге артық беріп әкеп берген. Неге әкеп бере салдың? Мен Құдайдан қорқам деген. Ертең сұрайын. Сонда мешіттегілерде осындай болды. Мен дұрыс ойламай жүргем.
Сен міне адалдық екен, мен намазымды бастадым деген. Мен намазды бастадым. Міне осы ісіңізбен ақ біреуге жақсы көрсетуге болады. Қайтыс болып кетті, Астана қаласында тұратын. Бір кәріс әйел бар еді. Бір бала көршісі кәріс әйелге Надежда Петровна мен Надежда Дмитриевна сондай кісі. Соған айта береді екен. Надежда Дмитриевна, пожалуйста, здравствуйте, скажи ля иляха илlallah деген. Мынандай бала айта береді, скажите ля иляха илlallah, скажите. Сонда Надежда Дмитриевна жына тиген ғой. Надежда Дмитриевна айтты, Дархан депті, слушай депті, что это? Я умру, но ля иляха илlallah Мухаммад Расулаллах никогда не скажу депті. Сөйтсе анау айтады, спасибо, спасибо. Сол айтқаннан кейін жүрегіне ислам салып, Алла бір кәлимемен намаз оқып кетті сол кісі. Міне, сол кісі сол исламнан өтіп кетті бауырым. Сондықтан Алла ана Халид ибн Валидтің уақиғасы Сайфулланы жақсы білесіздер, қылыштасқан кезде анау досы исламға қайтады. Сен Құдайдың алдында, сен стажың көбірек, баяғыда исламға келдің, мен кейін келдім, мен дәрежем төмен болатын шығар дегенде, сенің дәрежең бәрінен үстін болады деп, маңдайы бір де сәждеге тимей, сол соғыста жихадта қайтыс болып, жәннатқа кірген оқиғасы бар. Үлкен машқара оқиға. Сондықтан, ардақтылар, Алла тағала сізді қай жерден жарылқайды, ол Құдай біледі өзі. Одан кейін, монополиядан шығуымыз керек. Қандай монополия? Менікі дегенде. Құдай менікі, сен жәннатке барасың, сен бармайсың. Сен тозақ, вообще полный тозақтасың. Гарантия, отвечай рейтілер бар. Интернетте, тиктокта қойын жаңылмасам, бір жынды қатын бар. Секілді билей береді. Аузынан өзі сөйлейді. Соған жұма күні, жұма намаздан шыққан екі жігіт барады. Ол оны қиып салып қойыпты, көрсеңіздер болады. Машалла, ана жігіттердің түрлеріне қарасаң сүннет беріп тұр. Екеуі кіреді ананың прямой эфиріне қосылады. Содан кейін ана қызды боқтайды. Ана қызды айтады, сендер қайдан шықтыңдар дейді. Біз жұма намаздан шықтық, машалла, біз мұсылманбыз дейді. Аузына үшеуі боқ ауыз, үш жігіт машинада мына жаққа үйінде отыр, үш жігіт боқталады. Сонда жаңағы жынды әйел саған қарағанда сендер мен таза екенмін ғой, бағанадан бері эфирде отырып, аузымнан бір боқ ауыз шыққан жоқ деді. Бір боқ ауыз шыққан жоқ. Сендер намаздан шығып, аузындарыңдағы аузына ие бола алмайсыңдар. Міне, бізден де осылай көбейіп бара жатыр. Содан кішкене тартыңыз. Керек емес. Кім біледі Аллахтың алдында қандай ахуалға түсіп қалатынымызды. Алла тура жолға салсын. Біздің Сәтбайда өткен Алмағамбет молда атамыздың, Сармолданың ол ақсақалдарынан естіген біреудің баласы өліп, сол Құдайды боқтаған ғой. Құдайды бәлен қылайын, мен баламды не қылып алады деп. Прям сөйтіп боқтаған. Сөйтсе бәрі тозақы болып, молда айтты ғой, анау Құдайды боқтады десе, ол мұсылман болса, нағыз мұсылман сол деп өтеді дейді. Неге десе, бар Құдайды боқтап отыр ғой деп өтеді дейді. Сенет деген сөз ғой. Имам Рази деген өткен. Үлкен ғұламалардың бірі. Сол Имам Разиге біреу келіп сұрапты. Сіздің көз алдыңызда өзің білетіндерден ең ғалым ұстаз кім дегенде бір кемпір депті ғой, сәсетін айтайын. Ол сауатсыз кемпір қалай десе, мен кітап жаздым депті. Құдайдың барлығына 1000 дәлел деген кітап жаздым депті. 34 жыл өмірімді айтты депті сол кітапқа. Сол кітапты бүйтіп оқып елге таратып едім, кемпір келді депті. Мына кітапты жазған сенсің бе деп айтты дейді. Ондағы дәлелдеп жүрсің, итак бар ғой деп айтты дейді. Бар ғой айтып дәлелдеп жүрсің деген ғой. Уақытыңды соған кетіріп деген. Сен жоқ нәрсені бар қылсаң, онда айтуға болады, білімдеген деп айтуға болады. Итак та бар ғой, несін бәрін дейсің деген ғой. Соған уақытты кетіріп, басын қатырып, басқа бір дұрыс нәрсе істемейсің бе деген ғой. Сондықтан да сонда айтмайды, сол кісінің ілімі менен бар жоғары екен. Міне сол. Сіздердің алхамдулилля білімдеріңізге Құдай зиядалық берсін. Соны бойларыңызға сіңірсін, өмірлеріңізге сіңірсін, сонымен амал қылдыруға нәсіп етсін. Білім алу бір басқа, онымен жүру бір басқа. Білімді 14 жыл Египетте оқыған бір жігіт өлем. Мына минбарға шығып сөйлемейді. Сөйлесеші, айтсашы, саған аманат қой. Алла нәсіп етеді. Сондықтан мәселе білуде емес, мәселе амал қылуда және жеткізуде. Сондықтан да сіздерден де үйде менің бір соңғы өтінішім бар. Әр қазақтың баласына балаларыңызды, қыздарыңызды оқытыңыздар. Бізге оқыған адамдар керек. Дәрігер,
бәріміз бірақ бауырлар, әйелдерімізді еркек врачқа жібергіміз келмейді, гинекологқа, дұрыс па? А сен қызыңды оқытқың келмейді врачқа. Бір жігіт маған айтады, мен қызымды оқытам қажет еді, дұрыс? Не үшін, ниет қандай десем, ертең ажырасып кетсе дейді, диплом алсайды. Ол қыздар школьница, ол күйеуге шығу қапты енді, соны ажыратып отырады. Жақсы ниет қой, менің қызым ұлым халыққа пайда келтіреді, мұсылмандарға пайда келтіреді, ілім үйретеді, артынан шәкірттер жетектеді, врач болады, адал врач болады, ең мықты дәрігер болады, мәшіне жөндейтін мастер болса, шын мастер болады. Евраз дейтін болса, жақсылап тұрып, Қазақстанда мынаны істейтін бір адам сен істер ме? Осынымнан мен ескертем шақырдым. Жалынып жүрсеткен. Бүкіл Қазақстанда мешітті бір адам істейді осыны. Неге біз үйренбейміз? Не қиындық бар ма? Просто кафедраны өстіп қоюға. Мысалға деймін да, сол сияқты неге біз сондайға үйрендік? И бізде бір жаман сен ба демайсың, сен шықпайды сен. Точно сондайсың ба дейді. Содан өтуіміз керек. Біз анау 30 жыл Бұхараға қарап, 30 жыл Ташкентке қарап өтті ғой Құдайға шүкір. Болды. Өзіміздің ғалымдар ұстаздар алхамдулилlah шығып жатыр. Сондықтан да қай салада болсын, үйде балаларды оқытуға шақырамын. Қыздарыңызды оқытыңыздар. Ғалым болсын, білім болсын, елге пайдалы болсын. Әсіресе мен естіп тұрған мынау жастар. Ертеден кешке дейін тиктокты шұқи көрсең жынды болып қаласың. Тиктоктың пайда жері бар. Дикабан білесің бе? Бірақ совсем кіріп кетпеді басымен. Басымен кіріп, қуалап, жоқ, шекара болу керек. Қара, керек нәрсені пайдалан. Бірақ, мысалы, сіз сағат қарағыңыз келіп, қолыңызға телефонды бүйтіп көтерген кезде, не болады? Ешкім сағат көріп жатыр демейді, телефон жұқып жатыр. Сондықтан да сол пайдалы нәрсеге бет бұрыңыздар. Соңғы уақыт кітап оқымайды. Меккеге қажылыққа, бәріміз бізде стол болды ғой енді. Қажылыққа адам алып барамыз. Сонымен компаниялар бәрімізге мынандай кітап таратып береді. Қажылық деген кітап таратып береді. Қажылықтың ішінде бірінші айланғанда мынандай дұға, екінші айланғанда мынандай дұға, үшінші өмір кітап оқымағандар ана жерде кітап оқып жүр дейді. Бірінші айланғанда оқи алмайды өзі, алфавит ұмытып қалған өзі, тиктоктан тикток оқып қалған. Жоқ ондай нәрсе. Bir ғана дұға бар. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Бұл күнде 5 уақыт намаз оқып жүрген дұға. Соны оқисың ғой. Ана оқи алмайды. Дір етіп, артында адам итеріп келеді, оқи алмайды. Соны айтады, қажеке мен мына бірінші дұғаны дейді. Мына бірінші айналымда, бірінші шабыттағы дұғаны, екінші шабыт өткізіп жіберді дейді, екінші айналымда. Екіншісін оқитын өзі үшіншіге алып қалды, сөйтіп 4 дұғаны алып қалды дейді, шаққа оқыған ғой бәрісі. Енді тағы да 4 рет айналайын ба дейді, 7 рет. Ондай жоқ, ол дұрыс емес. Қазақша айта бер, бірақ сен шынайылықпен сұра. Именной дұға өтпейді. Дұғаның қайсысы қалып, соны алхамдулилlah жасай беріңіз. Сондықтан біз анандай бүйтіп терең жасап, Аллах Тағала ол терең ғалымдардың еншісі. Қалған Әуен Бұхара халқы біз басқа жақтан, ғылым жағынан, білім, математикадан, мен осы жақта бір баламен таныстым. Иорданияда математика жарысынан бірінші орын алған бала. Қалай білесіздер, қанша жастағы бала? 8 жастағы бала. 8 жастағы бала академиктердің есептеп берген ғой. Математикасы Құдайға 1000 шүкір. Дұрыс. Білесіздер ме, қариларды шетелде тек қана Құран қариды қари қылып үйретпейді. Ең қазір мен білетін неде? Африкада, ЮАРда, Йоханнесбургте қазір 4 бала шәкіртіміз оқып жатыр, қарилыққа. Ол жерде Йоханнесбургте кітапты ағашпен өзің ойып жасасын Құранға, сөйтіп жаттайсың. Енді қараңыз, Құран жаттаған бала тек қана Құран жаттамайды екен, математиканы жаттайды екенсің. Бүкіл высший математиканы оқытады саған. Неге? Өйткені сен тек қана Құран жаттасаң, Құраннан басқа ештеңе білмейсің, тикток білесің, ол екеуі біледі. Не істейсің сен? Сен Құранды сатасың ертең. Бизнес жасайсың. Басқа нан табу көресің да, семья асыра көресің. Басқа ештеңе оқымағансың. Сондықтан Құран жат. Сол үшін сен кез келген саланың әкім бол, министр бол, білмеймін,
базарда тәшкил ет, бірақ Құранды жаттадың ба, басқа да ілімнен хабарың болсын. Шеге қағуды үйрен, евростеуді үйрен, ремонт істеуді үйрен, білмеймін, етік қағуды үйрен. Сол сізбен бізге керек нәрсе осы. Бізге анау тәңіршімін, басқамын деп айтқандардың да несі осы да, ілетін жер осы да. Сендер тек қана анау мешітті біз сондай үйрететін сияқтымызда, тек қана иншалла, машалла басқа ештеңе айтпайсың. Жоқ, ондай емес қой. Неге біз сондай көрсетуіміз керек исламды мазаққа? Олар солай түсіне берсін, бірақ біз олай көрсетпейік. Повод бермейік те орысша айтқанда. Сен повод бермеусің, солай ойлатқызбай ешкімді. Сен жақсы кең жағын көрсетсеңші исламды. Ау, түсінбедім. Сопылық қазір айтамыз. Сондықтан да сіз бен біздің ұлы нәрсеміз білім. Анау қазіргі ана интернетте жүр, шын мәнінде күлкілі. Мынандай сәлден орап алып, ертең кешке бүйтіп отыра берсек, келмейді. Намаз парыз, автобуста да оқисың, жерде де оқисың, далада да оқисың, қалада да оқисың. Намазға бұрынғы пайғамбарлар, Мұхаммад саллаллаху дейінгі пайғамбарлардың барлығының құлшылығы тек қана мешіттерде болған, ғибадат үйінде болған. Аллах Тағала сіз бен бізді жақсы көріп, намазды қалаған жерде оқи бер деп бұйырған. Қалаған жерде оқи бересің. Қыбланы білмесең, инна ауала байти удан линнас лаллази бибакката мубарака ва худан лил алам. Аллах Тағаланың ең бірінші тұрған жағы қыбласы үй қалаған жаққа қарап оқи бересің. Қыбла мен жоқ, қыбланы таппайсың, қалаған жаққа қарап оқи бересің. Болды. Алланың дидары рахмы дәл жақта. Біз бөлмейміз. Білсек бәрі қарап тұрып оқисың. Қазір мына жерден қыбланы атсақ, мүмкін кішкене былайырақ шығып кетеміз, қағбадан мүмкін былайырақ кетіп қаламыз. Ол тұрмағаныз, приложение қыбланы беттегі қағбаның алдында тұрып, барғандағы зумраға барған талай көрген. Бүйтіп баспасаң, қыбла қаратас алдында тұр, қыбланы былай көрсетіп тұрады. А біз өмір бойы былай оқып барасыз ба? Не болды? Қабыл болады, не переживай. Не переживай, оқи бер. Қыбла 5-6 парыздың сыртта біреуі. Қыбла бағыты болу керек. Қыблаға қарау жағы. Қыбла бағытын аласың оқи бересің. Атамыз қазақ басын қатырмаған, не деген? Батысқа қарап оқи бергенбіз ғой біз. Сондықтан, міне машалла, міне осылай жаңағы азанның дауысын айтқанда, осылай азан айтқанда бәріміз қараймыз. Өткенде біреуді қарап, Аллаху акбар дейді, анауды басып сөйтсем, мына жағым бәрі ашық бір келіншек. Бүйтіп қарап отырмын. Анау азан, анау түрім. Кофе молоко? Самайды қабыл. Сен, ай, намаз читай деп қойын. Қалып қойды айналайын. Ондай емес. Ол дұрыс нәрсе емес. Сондықтан соған кішкене сәйкес болу керек та. Сондықтан қатты емес, ұрысып емес, жай айтып, иншалла келтіреміз. Еліміз аман. Сопылық туралы сұраған екен. Сопылық біздің қазақта болған. Тасауф, рух ілімі. Қазіргі сопылыққа қолдайтындар бар, қолдамайтындар бар. Аллах Тағала сопылыққа қол бер деген бұйрық жоқ. Құрандағы Фатх сүресіндегі аятты көбінесе соны алып келеді. Ядуллаху фауқа айдихим, Алланың қолы жаңағы ұстаздардың, имамдардың қолында, шейхтардың қолында деген сияқты бұрмалау. Жоқ, ондай жоқ. Құранды ұстаңыз. Бізде Қазақстан мұсылмандар не басқармасы бар, имамдар бәрі соның аясында. Сондықтан ұстайын десең өзі ұстай бересің. Бірақ тек қана сопылық ұстамасаң, тозаққа түсесің деген. Дұрыс нәрсе емес. Нақшбандия тариқатында біз ұзын қып-қызыл турецкий киіп алып, ол жынды қылды бізді. Осы біздің қазақ халқы білмеді. Сондықтан бұны қою керек. Өз намазын оқы, оразаны ұста, құлшылығыңды қыл, 5 уақыт намазға ие бол, кітабыңды оқы, іліміңді қу. Ал енді елдің бәрі сопы болу керек деп, тек қана шапан киіп алып, бүйтіп отырып айландырып, Түркиядағы бүйтіп айлана берсе, өзі өліп қаласыз. Сондықтан қажет емес нәрсе. Біз ана жол, мына жол дегенді қоюымыз керек. Еліктеп болдық 30 жыл бойы. Тойған шығармыз енді. Түркияға да еліктедік, анаға да еліктедік, мынаған да еліктедік. Енді өзіміздің жолымызды таптық, Құдайға шүкір. Сонымен болар, ағат айтамыз. Айтамыз, отырып айтамыз. Құрметті жамағат, мен сізге сұрақ қоймаймын, сізге шын жүрегімде рахмет айтайын. Көп берген сұхбатыңызда көп ғибрат алдық. Жақсы көп сөз айттыңыз. Бізге әсер етіп жатыр. Алла разы болсын. Сізді құрметтейміз. Осы
Жезқазғанды жақсы көреміз. Мен өзім жақсы көремін. Рахмет, Ұлытау. Біріншіден рахмет. Көп көреміз, тыңдаймыз, құрметтейміз. Сосын осыған құрметпен сіздің жаңа айтқан сөздеріңіз бәрі өте орынды. Сұрақ қоймай, бәрі түсінікті. Алла разы болсын. Амин. Сондықтан Нұрсұлтан ұстаз келіп кетті, біздің ініміз бауырымыз. Алла разы болсын. Енді болады, сонда келсек сіздер жақсы ынтымақ болсаңдар, осы халық бірлікті болсын, бірлікті болайық, бір-бірімізге жақсы бауыр ет деген сөз айтайық. Сонда дұрыс боламыз. Кішкене мынау біздің Жезқазғаннан талай нәрсе шықты ғой, білеміз. Алды ғой, Жусанменен келгені бар, сотталғаны бар, Сирияда өлгені бар, білеміз. Әртүрлі нәрсе өтті. Енді етек-жегіміз жинайтын уақыт келді. Мемлекетімізге ие болатын біз екенбіз. Жан-жағымызды тонасақ күйетін біз екенбіз. Бауырмашылық, қарындастарымызды қорғап, жанды. Содан кейін кішкене ұлтқа, руға, нәсілге, одан кейін жер-жерге бөлу жақсы нәрсе емес. Жаңада қарап отырмын, уже араласы қазақтар біраз кішкене бір-біріміздің әр қазақ Абай атамыз айтқандай жалғызың. Сен мына жақ, мен мына жақ дегенді қоюымыз керек. Құдай өткенде біреу баяғыда айтып жүр, Құдай чемпиондықтан сақтасын депті ғой біреу. Не әкең жамандық қыл десем, жоқ, Құдай сақтасын, Құдай сақтасын деп. Алла тағала сөйтсем, тура апарып тұрса Чемпионский үйлендіріп қояды өзін. Олай айтпайды. Біз бәріміз бір елміз, бір қазақпыз. Мен Чемпионский емес, бірақ сөйтсе де. Сондықтан бір-бірімізге жақсы сөз сөйлеп, маған да бір-екі жігіттерді көріп, риза болып жатырмын. Осы нәрсе керек. Соны бөліну, рушылдық, бір-бірімізді тарту. Біз жоқ, біз бәріміз бір қазақпыз. Атырау үшін мен жүрегім ауырады, шығыс үшін жүрегім ауырады. Әр қазақ сен жалғызың. Мынау қазір өткенде президент айтты, мен риза болдым, кейін көріп қалдым. Менің руымның батыры, Бәленбай руының батыры, бір рудан біреуді төмен. Мешіттерді егер руға бөлетін болсақ біз, онда мына Жамбыл облысында істегенде сондай болған. Бәленбай рудың мешіті, Түгіленбай рудың мешіті деген өте жақсы нәрсе. Жоқ, ол дұрыс емес, қою керек осы нәрсе. Біз бәріміз бір елміз, бір үмметпіз. Құдайға шүкір отанымыз бар, еліміз бар. Бұл ұлы мақсат бар, әділеттік бар. Кешегі анау азаматтардың қолынан келген бір-бірімізді тартып бауырмашылықты күшейтуіміз керек. Сонда біз ел боламыз, әділеттік, адалдық, тазайып талап етіңіздер. Біз зайырлы мемлекетпіз. Заманауилиміз деп атамыз ғой, заманауилимді көрсету керек. Просто айта бермеу керек. Біз құқықтық мемлекет, бізде президент бар, бізде сот бар. Иә, идеал емес, дұрыс. Мен кеше әскерге де барып көріп келдім. Бауырым не бар анау, не дейді, ұру соғу. Бірақ ол әскерге барма деген сөз. Ол мектепте де бар. Байлар өзінше біледі, кедейлер өзінше жүреді. Білеміз ғой, өтірік емес қой. Шыққан байрақ болсам, саған сөз сөйлейді. Өтірік емес ол, не ол? Содан шығуымыз керек. Біз енді мына өсіп келе жатқан жастар, соны мен ойлаймын тоқтатады. Сондықтан біз бөлініп, анау ұстазының, мынау жоқ. Бәріміз пендеміз, бәріміз қателесеміз. Қателеспеймін, мен тұрамын деген Алла ғана, және Алланың елшісі. Қалған бәріміз де боламыз, пендеміз. Анау Мұса пайғамбардың уақиғасы бар ғой. Ең жақсы адамдарды алып дұға қыл дегенде, ең алып дұға қылады, жаңбыр жаумайды, жаңбыр сұрап, истисқа. Сонда неге жаумай тұр дегенде, сен алып шыққан жақсылардың ішінде ең жаманы бар депті. Сөйтсе, кім деп айтады? Кім? Мұса пайғамбар тұрды. Мен мынау жақсы, мынау ең жақсы кім депті ғой? Сөйтсе, бір ат шыққан ғой, менмін. Пошел. Жақсы адам жақсылығын айтпайды ешқашан. Көрсетпейді ол. Міндет қылмайды. Маған біреу айтады. Ұстаз дейді, не қадесің? Мынандай дейді, 4 жай намаз жырттым дейді. Түсінбеп жыртқан несін? Сөйтсем бүйтіп маған жыртып жығылған кезде тіземін жыртып тұрып жығылады айтады. Анау аяғыммен упирать етіп, үстімнен бәрі жыртып жүрген ғой ақысы. Жеңсені жыртқан еді. Ол дұрыс нәрсе емес. Сол жырту деген нәрсе дұрыс емес. Ең соңында жиі қойып жүрген болсақ, аяқтан көп тұр, уақыт болып тұр екен. Мына жай намаздарда қарап есіме түсіп жатыр да, намаз оқыған сен негізі сурет болмаған жақсы. Имам Мәкка деген жай намаз бар, сурет жоқ, ашық қызыл. Сол жақсы деді. Бізде японский, турецкий жай намаздар көп қой. Мынаның ішінде бүйтіп оқып отырсам, мына жерде бір шайтан сурет шығады. Жаңа намазда шайтанды ойып, енді жоқ ол. Бірақ бүйтіп анау намаз концентрация Құдайда емес, концентрация бір жерде іздесіп, тапсам деді тұрасың. Сол шайтан топыр еді өзі. Бүйтіп құлағы шығып, мұрындары шығып тұрады. Біреу айтады маған,
Қай мешітке барсаң да дейді, барлық жерден ұстаз мен крест көремін дейді. Қараңызшы дейді, мынау дейді, былай, мынау крест. Мынаны қараңыз дейді, мынау, мына крест. Мынау бәрі крест. Ана жақтың бәрі крест. Есіктердің, анау кәсіп нелері бәрі крест. Мына жерде мынау крест. Тыңдап тұрдым да. Сен крест, енді былай қылу керек екен. Штаныңды шешіп оқу керек екен. Неге? Ауыл как раз крест болып тігіледі. Артынан тігіледі, ауылдан тігіледі, екі шеттен тігіледі. Штанын шешіп оқу керек болады. Кресттердің керек не? Тұрды оқып кете бер болды. Егер мына жай намазда сурет көрінсе не істейсіз? Мұрның сүртетін платочек қалып қойсын да, бір жерге оқи бересің. Болсашы, онда былай айналдырып қойып оқи береді. Мына жағында оқысаң жоқ. А егер мына жағында көрсеш, онда былай айналдырып оқи бер. Проблемаға айналдырмау керек. Міне сол. Сондықтан да сіз бен біздің дініміз жеңілдіктің діні, адамға қамқорлық болғаны, қисайтып сөйтетін емес. Сондықтан еліміз аман болсын. Тағы да айтамын, бірлікті болыңыздар, біреуіміз үшін тұрып беріңіздер, біреу үшін сөзін қолдаушы болыңыздар. Сонда ғана біз ел боламыз, отанымыз тыныш болады. Сонда біз алхамдулилля бақытты ел боламыз. Анау кішкене стаж жүгіптер, стажаждардан жұқып, бүйтіп түрткенді тепкенді қою керек. Қазір енді сондайлар көбейіп жатыр, білеміз. Мемлекетте де ол нәрсе қарауда, бірақ бізде сол бірлік ынтымақ жақсы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alloh taolo avlu soqollarga shifo bersin, vatanimizga tinchlik bersin, elga ынтымақ бірлік bersin. Жастарымыздың келешегі келелі, білімді, зиялы болсын. Аллах Тағала етегін ашып жүрген қыздарымыз етектерін ұзартып туралыққа келуіне осы бауырлар сізбен бізді Алла себепкер қылсын. Жанұяларымызда намаз оқымағандарды мінезімізбен, жақсылық сөзімізбен жүректерін ашып құлшылыққа келтіруіне сізбен бізге себепші Алла тағдырымызға жазсын. Адасып жүргендер, Алланы танымай, Құдайға серік қосып жүргендер, солардың тура таухидқа келуіне, туралыққа келуіне сізбен бізді Алла себепкер қылсын. Алла субханала тағала үмітін Құдайдан үзгендерге үмітті жалғаушы, үмітін тура жолға келтіріп беруші себепкер болуға Алла сізбен бізге нәсіп етсін. Дүниеден құлшылықсыз жүрген ата-аналарымыз құлшылыққа келуіне біз амалымызбен соған айтқан сөздеріміз жүректерінен орын алсын. Я Раббым Алла, біздің ата-аналарымыз тозаққа түссе, бауырларымыз тозаққа түсіп қалса, біз сенің рахымыңмен жәннетке кірсек, жәннеттің ләззаты бізге, я Раббым Алла, сезілмейді. Сондықтан ата-аналарымызбен, жақындарымызбен, бауыр қарындас үрім-бұтағымызбен сенің рахматыңда болуымызға баршамызға нәсіп ет. Отанымыздың ішін дау, сыртын жау болмасын. Я Раббым Алла, жастарымыз тауфиқ хидаятты, үлкендік құрметтейтін, кішілеріміз ізетті, үлкендеріміздің, я Раббым Алла, аңдығандары құлшылық, аңдығандары Құдайдың ғибадаты, алтын бастары сәждеде болсын. Я Раббым Алла, қартайындарынан, әртүрлі есірткілерден жастарымыз алыс болсын. Алла субханала тағала біздің елімізде арақ сатылмасын. Я Раббым Алла, біздің елімізде соны ішетін ауыздар болмасын. Ауыздарымыздан тек қана Алла сені сүйген, саған жаққан ғана сөздер ауыздардан шығып, осы отанымызда имандылықтың туы қияметке дейін желбіресін. Көп туылардың ішінде, я Раббым Алла, біздің көп туымыз қияметке дейін тұрсын. Амин.